Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Әр аурудың өз иісі бар. Денеңізден бөтен иіс шыға ма? Бүгінгі видеода осы тақырып жайында айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ауру белгілері көп ретте ағзаны ауыртып белгі береді. Алайда, білінбей денеде ұзақ жүріп барып, бірден алып түсетін аурулар да бар. Тек ауырған кезде ғана емес, сондай-ақ денедегі өзгерістерге, тіпті ауыз бен денеден шығатын иіс арқылы да ауруды анықтап алдын алуға болады. Ауыздан шыққан жағымсыз иістің себебі жеген сарымсақ пен жуылмаған тістен ғана болмауы мүмкін. Себебі көптеген аурулардың өзіне тән иісі болады. Мысалы, бауыр ауруында несепнәрдің иісі ерекше тәтті болып шығады. Демнен бөлек ағзаның қалыпты иісі де өзгеруі мүмкін. Денедегі мұндай өзгеріс зат алмасу, ас қорыту, тыныс алу жүйелерінің гормоналды тепе-теңдіктің бұзылуынан, тіпті қатерлі ісік ауруларынан да хабар береді. Ағзадағы жағымсыз иіс арқылы ауруды анықтау ерте кезден болған. Сол кездегі дәрігерлер иісті диагноз қоюдың бір тәсілі ретінде қарастырған. Әрбір адамның өзіндік ерекше иісі болады, және ол өмір ағымында өзгеріске ұшырайды. Біздің денеміздегі иістер көп ретте не ішіп, не жегенімізге байланысты болады. Алайда, өмір сүру жағдайы мен жас ерекшелігіне қарамай-ақ пайда болатын кейбір ерекше иістер уақыт өткізбей дәрігерге қаралу керектігінің белгісі. Себебі инфекция адам ағзасына түскен соң, оның иісін өзгерте алатыны ғылыми түрде дәлелденген. Жағдайға байланысты жағымсыз иіс дененің әр жерінен шығуы мүмкін, бастан аяққа дейін. Ғалымдардың зерттеуіне сүйенсек, иммунды жүйесі аурумен күресуді бастаған адамның ағзасында ерекше иіс пайда болады. Ол иіс иммунды жүйе аурумен күресе бастаған сәттен кейін 4 сағаттан соң шыға бастайды. Ауру адамның иммунды жүйесі белсенді жұмыс жасаған сайын бөлінген тердің иісі қатты жағымсыз болып шығады. Денедегі тердің иісі нені білдіреді? Қатты терлейтін адамның жанында тұру өте қиын. Әсіресе одан шығатын тердің иісі өте қатты және жағымсыз болса, тіптен қиын. Өмірдің белгілі бір кезеңдерінде тіпті сау адамның өзі әдеттегіден қатты терлеп, одан жағымсыз иіс шығуы мүмкін. Бұл жағдай енді өсіп, жыныстық жетілу кезеңінен өтіп жатқан жасөспірімдерде және етеккір үзілісінде жүрген әйелдерде болады. Бұл жағдайда тершеңдік гормондық фонның өзгеруі салдарынан орын алады. Ал басқа кезде дәл осындай қатты жағымсыз тер иісі шығатын болса, онда денсаулықта мәселе бар дегеннің белгісі. Бірден шығатын қатты иіс қалқанша безі ауруынан хабар береді. Мұндай кезде әсіресе қолтық пен сыртқы жыныс ағзаларынан қатты иіс шығып тұрады. Бүйрек безі ауруына шалдыққан жандардың денесінде қой жүнінен шығатын иіске ұқсас иіс шығып тұрады. Егер денеден ацетонға ұқсас иіс шығатын болса, онда ол бауыр ауруынан, эндокринді бұзылыстардан, көмірсу жетіспеушілігі мен вирус жұққанның көрінісі. Алайда денеден ацетон иісі шығуы көп жағдайда қант диабеті ауруынан хабар береді. Ағзаға инсулин жетіспеген кезде глюкоза тінге жинала бастайды. Бұл тек қант диабеті кезінде орын алады. Ал бұл өз кезегінде кетондық денелердің артуына алып келеді. Олар денеден зәр мен тер арқылы шығып отырады және дәл осы жағдай ацетон секілді иіс бөледі. Егер денеден шыққан ацетон иісімен қатар адамда ұйқысыздық немесе керісінше үнемі ұйқыға тартып тұрса, шаршаңқылық, тәбеттің жоғалуы секілді жағдай орын алса, онда бұл қалқанша безі ауруының көрінісі. Егер адам қатты терлеп, әрі ол сірке суы секілді иіс бөлсе, онда ол инфекциялық қабыну аурулары мен Б және Д дәрумендерінің жетіспеушілігінің көрінісі болып табылады. Ал егер осы бір түрлі иіске жөтел мен температураның жоғарылауы және әлсіздік қосылса, онда ол өкпе ауруы, туберкулездің басталғаны жайында хабар береді. Адам денесінен зәрдің иісі шығып тұрса, демек бүйрек дұрыс жұмыс атқармай ауруға шалдыққан. Қанда жиналған азотты шлак зәр иісін бөледі. Тәтті балға ұқсас тәтті тер иісі бұл ағзаға берілген дабылды ескерту. Иістің бұлай өзгеруі ағзада өте қауіпті инфекцияның бірі сенегной таяқшасының пайда болуының көрінісі. Бұл инфекция тыныс жолдары, құлақ аурулары, іріңді процесс пен менингиттің өршуіне себеп болуы мүмкін.
Ең қорқыныштысы, сенегной таяқшасының кейбір штаммы антибиотикпен емделе қоймайды. Сондықтан денеден тәтті бал иісі бөліне бастаса, оны сезсеңіз бірден дәрігерге қаралу керек. Ауыздан шыққан жағымсыз иіс ауыз қуысы гигиенасының сақталмауынан, бактериалды инфекциядан, тіс шегі ауруынан орын алуы мүмкін. Алайда кейде үнемі тісті тазалап жүрсеңіз де, антибиотиктермен емделіп, тіс шегі ауруынан құтылсаңыз да жағымсыз иістің кетпеуі мүмкін. Мұндай кезде оның қандай иіске ұқсайтынына назар аудару керек. Ацетон иісі болса, дәрігерге қаралып, қандағы қант мөлшерін тексертіп көру керектігінің белгісі. Тәтті ацетонды немесе сақталған алма иісі көп ретте қант диабеті ауруының белгісі болып келеді. Кейде ацетон иісі үнемі ем-дәм ұстанып, арықтау жолында жүретін жандарда да болады. Шіріген және тәтті иіс бұл бауыр жетіспеушілігі белгісі болуы мүмкін. Шіріген қырыққабат иісі асқазанға бактерия түскендігінің белгісі. Ауыздан шығатын шіріген, тұрып қалған көкөніс иісіне асқазан қыжылы, ауыз қуысындағы жағымсыз дәм қосылса, бұл асқазан ауруы мәселесі. Сонымен қатар, мұндай шіріген иіс пен іштің ауруы қатар жүрсе, дәрігерге қаралып, асқазан жарасы мен 12 елешек ауруына тексерілген жөн. Интимді аймақтан шығатын иіс, бұл жақтан шығатын жағымсыз иістер де денсаулық мәселесіне назар аудару керектігін білдіреді. Әйелдер үшін интимді аймақтан шығатын қорқынышты иістердің бірі бұзылған балық иісі. Бұл қынапқа инфекция түскендігінің белгісі. Ал мұндай инфекциядан тек қана дәрігердің емі арқылы ғана құтылуға болады. Тағы бір қауіпті белгі ашытқы иісі. Мұндай иістің шығуы зең ауруының белгісі. Интимді аймақтан шығатын бұл иісті елеусіз қалдыруға болмайды. Мұның соңы созылмалы тері ауруына, тіпті кейде онкологиялық ауруларға ұласып жатады. Дені сау, үнемі таза жүретін, дұрыс аяқ киім мен синтетикасы аз шұлық киетін жанның аяғынан жағымсыз иіс шықпау керек. Ал егер бұл жағдайдың барлығы сақталған күнде де аяқтан иіс шықса, демек дерматолог дәрігерге көріну қажет. Себебі бұл жағдай аяқ зеңі ауруының белгісі. Сондай-ақ пневмония болған адамнан күйген еттің иісі шығады екен. Бүйрек ауруы мәселесі адам денесінен мысықтың иісінің шығуына да алып келеді. Бұл несеп шығару жолдарының дұрыс жұмыс істемеуі салдарынан орын алады. Несепнәр қанға жиналып тері арқылы шығады. Сондай-ақ мысық иісі туберкулез ауруында, семіздікте, ас қорыту жүйесінің ауруында да шығуы мүмкін. Оның иісінің ащылығы соншалық ешқандай әтір су баса алмайды. Құрметті арнамның көрермендері, егер де видео пайдалы болса, арнама тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қазақ тілді арнаның дамуына өз үлесіңізді қосып кетіңіз.